Ассалаумағалейкум қадірменді көрермендер, барлықтарыңызға қайырлы күн. Біздің YouTube каналымызда жаңа айдар қазақтың ұлттық асханаларын дәріптейтін боламыз. Бүгін біз Қоғалкөл ауылында Жалғас мырзамен бірге ұлттық тағамдардың бірнеше түрлері болса, дәннен, еттен және сүттен жасалатын түрлері бар. Бүгін біз еттен жасалатын қазаққа кең тараған қуырдақтың қалай жасалу жолдары жайлы түсіндіретін боламыз. Жалғас мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Олай болса, қуырдағымыз бастайық. Бізбен бірге болыңыздар. Ал құрметті достар, бүгінгі мінекей үй жағдайында қосатын қуырдағымызға заттарымызды таныстырып өтсек деймін. Біз енді қуырдақтың бүгінгі тай етінен жасалынатын түрін алдық. Жас сойылған жаңа тайдың етінен, өкпе бауырынан, бүйрек майынан және де мінекей көк етінен алып қоссақ па дейміз. Және бауыры жылқының. Одан кейін мынау тамағымыздың дәмдеуіш дәмін келтіретін жуа, помидор, перец және де қуырдақтың аса дәмді қылатын өзінің картобы мінекей. Құдай қаласа бізбен бірге болыңыздар. Сіздерменен бірге қуырдақ дайындайтын боламыз. Бұл енді жылқының көк еті. Семіз тай болғаннан кейін мінекей майы көбірек болып тұр. Ол да енді дәм келтіреді деп ойлаймын. Мінекей жылқының өзі көк еті. Осы қуырдаққа дәмдірек келеді. Одан кейін мына бүйрек май, бүйректің өзі осы қуырдақтың дәмін келтіретін еттерінің бірі. Енді әркім әртүрлі дайындап жатады, өзінің қалауынша. Көбісі мінекей мияқты ет пайдаланады, төс еттерін пайдаланады. Жалпы мына қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көресің дейді ғой. Түйе сойсаң әрине бір тойып жейтінің анық. Бірақ жас малдар, уақ малдан, қойдан, ешкіден қуырдақтар болып жатады. Енді олар да дәмдірек келеді, әркімнің дайындауы барысына байланысты. Бұл енді жай ғана үй жағдайында болғаннан кейін қолжетімді мүмкіндігіміз бар. Дүниеден осы жылқының етін таңдап жасағалы отырмыз. Жас малдың еті болғаннан кейін өте жұмсақ келеді. Мына өкпесі, әрине өкпені де қатып жүрсеңіз дәмдірек келеді. Бірақ енді өкпенің бір жақсы керемет тұстары бұны қайнатып, жақсылап маңызына келтіріп, дәмін шығарып жұмсартпасаңыз, кейде еті қатаңдау болып қалады. Сондықтан жақсылап қайнатуды да ойлау керек. Құдай қаласа біз далаға, ошаққа жасайтын болғаннан кейін, өкпені де қосып жатырмыз, қуырдақтың сәні. Ал достар, біз етімізді дайындап болдық. Мінекей, құдай қаласа қазір қазанымызға қуыратын боламыз. Міне біз жақта мынау бауырымыз бар, бірақ бауырды әрине әзір дайындамаймыз. Пісуге жақындаған кезде осы мына картоптың бетіне салып жұмсақ қып пісу үшін дайындайтын боламыз. Ал енді біз мына етті картопымызды біршама дайындап қойдық. Енді етіміздің бәрін дайын қылғаннан кейін қазан ошағымызды қыздырып, қазанымыздың астын тұтатсақ. Ал енді біз қазанымыз дайын болғанша мынаяқтан картобымызды дайындауға көшейік. Картоптарымызды үлгертіп дайындап қояйық. Енді мына әркім әртүрлі турап жатады картопта. Кейде қуырдаққа картопта салмай дайындайды. Біз енді мына картошка қосып дайындағанды дәмдірек көреміз сәл. Өзіміздің үйренген. Енді әр қалай турасаңыз да болады. Үлкен қылсаңыз да болады, кішкентай қылсаңыз да болады. Әркімнің өзінің талғамына байланысты. Сондықтан картопта тұрған ешқандай не жоқ. Оған де біздің қазанымызды дайын болып қалған шығар. Қазанымыздың майын құяйын. Енді семіз болып жатса, майды көп қатпаймыз.
мөлшермен, көз жобамен қатсаңыздар болады. Әркім әр қалай. Жалпы қуырдақтың кейде майлы болғанын қалайды жұрт. Бірақ енді бізде де жылқымыздың еті өте семізірек болғаннан кейін шемішке майды онша көп қатуды қалап отқан жоқпын өзім. Негізінде қуырдақты өзінің майына жасаған сәл дәмдірек болады қай кезде де. Енді біз кішкене заман дамығаннан кейін осы мына шемішке майды қосуды көрдік, жөн көрдік. Қай тамақты алып қарасаңыз да, мейлі қуырдақ болсын, мейлі басқа жеңіл астар болсын, мейлі ет тағамы болсын, мына жуаның, пияздың алатын орны ерекше. Әркім кейбіреу жақтырмай жатады, мен өзім бірақ жуаны өте жақсы көремін. Тамаққа қосқанды былайынша да қосып жегенде жуа жалпы тамақтың дәмдерін дәмдірек келтіреді деп ойлаймын. Біз енді қазір майымыздың қуырылғанын кішкене байқап көрейік. Майымызды дайын болып қалған екен. Ал біздің майымызды қызып дайын болған сияқты. Ал етімізді қазанға саламыз. Әдемі қызып тұр екен, қазанымыз. Ысып тұрған қазанға еттеріміз саламыз қуырылу үшін. Қазанымызды араластыруға көшейік. Және дәм беріп қазанымызды араластырамыз. Етпен бірге жасап тураған жуамызды да салып қолданымыз. Құрметті достар, жақсы бізде қуырылып жатыр етіміз. Мына бір айта кететін мәселе. Қазаныма қатты тоқталып мән бермей қойыңыздар. Енді бұл қазанның жұмысы бірыңғай осы таза ауада, қазан ошақтың басында ылғи өзінің жанында жүретін серігім деп айтсам болады. Сондықтан енді қазанға өте бір қатты бір мән бермей қойыңыздар. Құдай қалап жақсы болып жатса, ертең жақсы қазанды алып, мүмкіндік болып жатса, онымен де түсіріп жатармыз. Әзірге енді қолда бар қазанымызбен жасап жатырмыз. Ал енді біз етіміз дайын болғанша перістеріміз турап, дәмдеуші ретінде қоссақ болады. Енді осы үйде есігіміздің алдында өсіп тұрғаннан кейін есігіміздің алдынан алып қосып жатырмыз. Мінекей біздің қазанымыз. Араластырып қояйық. Жақсылап. Біздің қазанымыз қайнап жатыр екен. Енді жақсылап осыны өзінің суы шығып, помидордың да суы шығып жатыр. Еттердің де өзінің кішкене соғы бөлінеді. Соны жақсылап бетін жауып бұқтырып қоямыз. Временно жарты сағат бұқтырып қойсақ болады ғой. Өзінің суына жұмсақ, еті бәрі жұмсару керек, өкпесі. Ал, құрметті достар, қуырдағымыздың тұзын салсақ болады енді. Енді әркім әртүрлі салады. Примерно шай қасықпенен 2 қасық жылыда болып қалады. Мына қазанның көлеміне. Араластырамыз, сынсын. Ал, тұзымыз салғаннан кейін кішкене бір араластырып қоямыз, бетін жауып. Біз енді жаңа қазанымыздың, қуырдағымыздың тұзын салған еді, тұзын көретінде уақыт кеп қалды деймін. Енді қуырдаққа көбісі әртүрлі әркім дәмдеушілер қосып жатады. Бар болып жатса қосады, бірақ енді өзім бүгін дәмдеуші қосып істегенде онша жөн көріп тұрған жоқпын. Негізі қандай дәмдеушілер қосуға болады? Мүмкін болып жатса енді қара бұрыш, лавр жапырағын,
Тағы да кристаллик сияқты тұздардың түрін қосса болады. Бірақ енді мен ондай қосқым келіп тұрған жоқ. Өзінің дәмі де жеткілікті деп ойлаймын. О, әдемі қайнап жатыр екен. Кішкене дәмін көрейік. Тұзын татыған. Кереметті. Аса отынды қажет етіп тұрған жоқ, бірақ енді бір отын салып қойсақ болады. Жанып тұра берсін, жануын тоқтатпасын. Ал, біздің қазанымыз беретін бір жарты сағаттай қайнады. Ашып көрейік. Қайнау жақсы керемет қайнап жатыр екен. Осы кезде енді картоплды салсақ болады болса. Картоплдың бәрін қайнап қойдық. Бүгінгі қуырдақтың картоплын салып жатырмыз. Өзінің суы да жеткілікті картопқа. Осы суымен кішкене бұқтырып қоямыз. 15-20 минутта бұқтырып қоятын боламыз. Қазір картоптың да кішкене су шығады. Астын жай қоямыз барынша. Біз картоплымыздың бәрін салып болдық. Соңғы бетіне қоятын мінекей бауырымызды кесіп дайындап қойсақ болады. Мінекейіңіздер. Бұл енді әрине көбірек. Сіз енді өзімізге керегін ғана аламыз. Енді бауырды әркім әртүрлі турап жатады. Мен өзім кішкене сәл деуірек, бірақ жұқақ турап салған жақсы көп. Бауыр неге ең соңынан салады? Бауыр негізі тесіп піседі, сондықтан қатайып кетеді бірден салса. Бауырды бетіне салған керемет болады. Буға пісірген, дәмі болады, буға піседі бір жағы. Жұмсақ болып өзінің несін ұстап қалады да. Дәмді қасиеті. Ал сәл қаттырау қайнап кететін болса, қаттылау болып кетеді. Қайнайтындай бұл жағдай болса. Осы бауыр жеткілікті бұның қуырдағымызға. Ал, құрметті достар, 15 минуттай уақыт болды. Бір тексеріп қойсақ болады. Жақсы қайнап жатыр екен. Жап қоя салайық. Қуырдағымызды біз көрейік, дайын болып қалған шығар. Мінекейіңіздер. Қуырдағымыз дайын болып жатыр екен. Ал, құрметті достар, енді осы тұста бауырымыз салсақ болады. Мінекейіңіздер. Нағыз бауыр салатын сәт енді келді деп ойлаймын. Мінекейіңіз. Бауырды бетке қойып қоямыз осылай. Бауырға енді кішкене тұз сеуіп жүрсеңіздер болады. Әркімнің дәміне қарай. Себелеп қана. Ал, бетін жауып қоя қоямыз. Бауыр піскенше. Ал, құрметті достар, бүгінгі міне қуырдағымыз да дайын болып қалды. Мінекей, дайын болып тұр екен қуырдағымыз. Ал, жақсылап мінекей табағымызға салайық. Бүгінгі қуырдақты жегенде арманда, жемегенде арманда, достар. Картоплының бәрі жақсы езіліп пісіпті. Мінекейіңіздер. Ал, ас болсын, достар. Негізі мына көп жерде қуырдақтың дәмін осы жуа келтіріп жатады. Жуаны жақтыратындар да бар, жақтырмайтындар да бар. Мен өзім жақсы көремін, бетіне салғанды. Мінекей. Ал, достар, дәмін татайық. Ал, құрметті достар, міне көптен күткен қуырдағымыз дайын болды. Жалғас мырзаға алғыс білдіреміз. Қолыңыз дерт көрмесін. Рахмет. Ал енді достар, дайын болған қуырдағымыздың дәмін көрейік. Жалғас мырзаң. Дәмі қалай көпті? Алдағы уақытта да түрлі тағамдарды түсіретін боламыз. Өйткені қазақтың асханасы адамның организмі үшін ең пайдалы, әлемдегі ең мықты сапалы асханалардың бірі.
қазақы ұлттық тамақты дәріптейтін боламыз. Ол үшін біздің еңбекті бағалап, лайк басып, комментарий жазып және достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге рухани жаңғыру орталығы.